Ал қайсы? Мынандай қыласыздар, пұтыңыздарды кішіне. Ертеге әркім өзіңіздер байлайсыздар, комнатаңыздарда көріп алла. Анан билбей ылдый жаққа түшіп алып. Ана мынаны қарап тұрла, Моны үш мына. Екі пұтты кішіне ачастағы. Мына екі оны тең мындай қармайсыға. Тең. Тең болды? Все. Ушын емі. Мен оң қолымын да, сол оғайлар ушындай қармаса olur. Мен оң қолымын, ошон үшін оң қолым менен қармайын бұны. Мына екі оны мындай қылып тартамдағы мен ергап келем. Көрдіңіздер? Мына екі оны менен еле, мына екі оны біріктіріп алып келсеңіз, мен еді қармайсыз. Түшінікті болды мұнан? Мына қармадыңыз. Ушы қаптар тұрып, мынаны емі бүктейсіз. Мынаны бір бүктейсіз. Бір қап келдіңіз. Бұны дағы қармау аласыз. Түшінікті? Мынаны кіші мындай қыласың да, Еми, мынаны қылып тұрып, мына сіздің ременіңіз. Любой размерге қоясың, ердечі. Түшіндіңіз бі? Қысылып кеттім десеңіз кішінде қой берің. Түшіп қалады деп қорқсаңыз кіші тартып қойың. Проблема жоқ. Мына ремень. Ушыл деден, мен мысалы кіші тартымдағы, ем қоям, үстіден түшірім. Оройын. Екі қылдыңыз, мыналарды, мынандай қылыңыз. Бұл жақта мындай қылыңыз. Мелі бі? Бұға вообще ременің көрі жоқ. Любой менен күреше өресіз. Қармашсаңыздағы че? Мынамен қармашса, бұл түшпейді бұл. Еш немесі, ойланбаңыз. Емі бұның не пайдасы? Емі үшін үшінде қылдым. Егер де бір шашып қалсаңыз, автобусқа шығам десеңіз, пұтыңызды көтерем десеңіз, сізге баяғындай тосқолды қылбайды. Егер де сіз мұндай тұйық орап қойсаңыз, ана мына сөйлешіп кеттік дегенде жығыз мүмкін да, точно че? Бір-екі жыл ұшында болғанда, ошон үшін мына. Екіншісі, пұтты көтеріп суға жуатқанда ала көрінбейді. Мына балты тизе ала көрінбейді. Мынаны көтеріп атқанда бұда көрінбейді. Түшіндіңіздер бі? Бұға беймарал отырып тұрып қалағандай көтерсеңіз дағы ешнәрсе болмайды. Жауық. Мынасы ең удобный. Егер бұғадағы ремень белбо тағып қойсаңыз проблема жоқ. На всякий случай. Хорошо? Екіншісі мына. Екіншісі туғандар мына қарала. Кішіне аз-маз жүдейсіз, анан үйреніп аласыз. Жүдегеніңізге соғып беріледі. Не беріледі кен? Ғыжалат бару ош керек таға. Мен жүдеп атам, нені киізіп қойды деп өлі. Мынаны сол жақты мындай қармайсыз. Ұшынан. Мына ашығы менен. Сол жақты ұшынан қармайсыз, мына көкірекке қоясыз. Көкіректе қойдыңыз бұл? Ұшын үлі, мынаны. Оңайлы алып келіп, мына таштап қоясыз. Болды. Мына сіз готовы. Түшіндіңіз бі? Жол болса, егер мына кіші түше берсе, оң қолды арқа қалып барғандағы, мынаны қармаңы мындай қылып, мындай тартып қойып кішіне. Ол түшпейді ал. Намаз оқығанда түше тұрған болса